Құрметті әріптестер, біз сіздерге үш мектеп, үш алау бір жоба аясында жүргізген жұмысымызды ұсынбақпыз. Үш мектепте, үш тағандай болып мектеп басшылары жұмыс жасады. Үш алау болып, 51 оқушы, 16 мұғалім бірлесе жұмыс жасады. Мінекей осындай жұмысымызды, ынтымақта бірлескен жұмысымызды, ортақ проблеманы анықтап, ауыл мен қала арасында бірлесе талдау, бірлесе талқылау нәтижеге жеткен жұмысымызды біз 2024 халықаралық конференция деңгейіне жеткіздік. Қазақстандық әріптестер мен шетелдік әріптестердің назарына ұсынып, қолдау тапқан жұмысымызды сіздерге ұсынбақпыз. Қала мектебі мен ауыл мектептерінің арасынан құрылған ынталы топ Жарасқан Абдрашев атындағы 62-ші мектеп лицейінің базасында бірігіп, жетістікке бастар жол кезеңі айдарымен жұмыс жасап, қол шатыр әдісі бойынша өздерін мазалаған сұрақтардың шешімін тапты. Ауыл мектептері мен қала мектептерінің ортасындағы ортақ проблема біздегі бастауыш сынып оқушыларының көркем жазу дағдысын жетілдіру тақырыбы болып айқындалды. Сонымен біз ынталы топтар бірлескен зерттеу жұмыстарын жоспарлау кезінде мынадай мәселелерге назар аудардық. Біріншіден, біздегі 16 мұғалім деңгейлік курстан және лесін стади курстарынан дәріс алмағандықтан, біз өзіміздің тобымызға шо тренерлерін теориялық бағыт беру үшін қосып алдық. Сонымен қатар, қысқа мерзімді жоспарлау кезінде ауыл мен қала балаларының қажеттілігіне сәйкес тиімді әдістерді таңдауды жолға қойдық. Лесін стади зерттеу кезеңіндегі біздің ең тиімді жолымыз әдебиеттерге шолу болды. Бізге дейінгі осы проблеманы анықтаған қазақ ағартушысы Ахмет Байтұрсыновтың тіл тағылымы кітабына шолу жасадық. Онда Ахмет Байтұрсыновтың сабақтан кейінгі уақытта зерттеу жасап, оны 1925 жылы баспа түріндегі араб жазуы негізінде жасалған қазақ алфавитін Білімбазардың тұңғыш съезінде қарар қылып ұсынып, 1926 жылы өзінің жобасын, анализін жасап, полиграфиялық жағынан тиімді тиімсіздігін, оқыту процесіндегі тиімді тиімсіздігін анықтағаны бұл лесін стади үдерісіне қажетті бірлескен зерттеу, талдау, талқылау, нәтижеге жету қазақ ағартушыларында Қазақстанның үрдісінде бар екеніне көзіміз жетті. Офлайн форматта, яғни ауыл мектептері мен қала мектептері сабақ үрдісін бір-бірімізге бара отырып, араласа отырып, бақылай отырып өткіздік. Үшінші кезеңді Zoom платформасымен өткізгендігімізді айтпақпыз. Біз лесін стади бірінші, екінші, үшінші кезеңдерін жүргізе отырып, оқушылардың каллиграфиялық норманы сақтау кезеңінде әріптердің байланыстарынан көп қателік жіберетіндігін анықтадық. Осы орайда әріптердің байланысын жоятын жазба түріндегі трафаретті ұсынуды жөн көрдік. Және осы жобамызды біз 2024 лесін стадиге арналған халықаралық конференцияда шетелдіктер мен қазақстандық әріптестерімізге ұсынып, үлкен қолдау тапқанымызды мақтанышпен жеткізбекпіз. Осы 2024 конференциясында Ұлыбританиялық және Жапониялық мұғалімдерге арналған әдістемелік нұсқаулықтың авторларымен кездесу берді. Ал лесін стадидің бірінші, екінші кезеңдерін, ондағы нәтижелерімізді облыстық конференцияларда таныстырылып жасауды үрдіске айналдырды.